Армысыңдар 7-ші сыныптың оқушылары. Бүгін өздеріңмен өзін-өзі тану сабағында қауышып отырмыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам жасампаздығы деп аталады. Жасампаздық жаңаны дүниеге әкелу болып табылады. Әрі ол тек адамға ғана тән. Кім жүрек түкпіріне әдемі арман мен жоғары мұратты ұялата білсе, сол адам әртүрлі қиындықтарды жеңу барысында біртіндеп оны жүзеге асыратын болады. Әрбір адамның сүйіспеншілікпен шабыттанып, игілік жолында жасаған әрекеті жасампаздық болып табылады. Бүгінгі сабақта осы айтылғандарды тереңірек түсінетін боламыз. Абайдың тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық деген қанатты сөзі сабақтың дәйек сөзі болып табылады. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндірер едіңіздер? Мұғалімдеріңмен, сыныптастарыңмен, үйдегі ересек адамдармен пікір алмасып, ой бөлісіп, қорытынды жасаңдар. Егер адамды сүйіспеншілік шабыттандырса, ол шынайы сұлулықты тудыра алады. Сұлулық сүйіспеншіліктің бір қыры. Ол тек таза жүрекке ғана ашылады. Сабағымызды бірден бір сұлулық атты аңыз әңгімемен жалғастырамыз. Мұқият тыңдаңыздар. Бір бала ұйқы алдында қиялға шомыпты. Мен жақында ер жетемін. Сонда адамдарға не істей аламын деп ойланыпты. Жер бетіндегі барлық адамдарға ешкімде болмайтында сыйлық жасаймын деп ойланыпты. Сөйтіп адамдарға қандай сұлулық сыйласам деп таңдай бастайды. Таңғажайып сарай салайын. Бірақ бұл ойынан тез айнып, керемет сарайлар өте көп қой деп ойлайды. Тағы ойланып, ең ғажайып ән шығарайын дейді. Бірақ кібіртіктеп, әндер өте көп қой деп ойлайды. Онда ең керемет мүсін жасасам дұрыс болады деп ойлайды. Бірақ бұл ойдан да тез арылып, ондай керемет мүсіндер көп қой. Оның көңілі түсіп, осы оймен ұйықтап қалып түс көреді. Түсінде бір данышпан келіп, сен адамдарға ешкімде жоқ бір керемет сыйлағың келе ме? Деп сұрайды. Иә, деп жауап береді бала. Онда неге аялдап тұрсың? Тез сыйла, дейді. Бірақ нені? Барлығы да жасалып қойған ғой. Сөйтіп бәрін тізіп айта бастайды. Сарай тұрғызайын десем, алайда барлығы салынып қойған. Бірақ данышпан оның сөзін бөліп, сен ғана сала алатын жалғыз сарай жетіспей тұр, дейді. Бала әрі қарай жалғастырып, ән шығарайын деп едім, оларда өте көп. Данышпан тағы сөзін бөліп, адамға сенің жалғыз әнің ғана жетіспейді, және оны сен ғана шығара аласың, және оны сол сарайда шырқай аласың. Ең ғажап мүсін жасасам деп едім, бірақ жасалмаған бір нәрсе қалды ма екен? Иә, тек жалғыз бір ғана мүсін жасалмаған. Ол адамдарда өте керек, және оны сен ғана жасай аласың. Онымен өзіңнің сарайыңды безендіре аласың. Бала таң қалып, барлығы да жасалып қойылған ғой, дейді. Иә, бірақ барлық әлемнің сұлулығына тек бір ғана керемет жетіспейді. Оны тек сен ғана жасай аласың, депті данышпан. Менің маңайыма тап болған ол нендей сұлулық екен? Сонда данышпан сиқырлы үнмен ақырын ғана, сарай, ол сен, өзіңді тамаша ізгі мейірбан ет. Ән, сенің жан дүниең, оны сұлуландыр. Мүсін, ол сенің ерік жігерің, өз ерік жігеріңді шынықтыр. Сонда ғана жер мен барлық ғаламат ешкім тани алмаған сұлулықты ала алады. Бала ұйқыдан оянып, күнге қарап күлімдеп, өзіне өзі сыбырлап, мен енді адамдарға қандай сұлулықты сыйлай алатынымды білемін, депті.
Ал енді осы аңыздың мазмұнын жалпы адамзаттық құндылықтар бойынша сұрақтар арқылы талдап пікірлесейік. Төменде берілген сұрақтарға назар аударыңдар. Баланың ешкімге, еш нәрсеге ұқсамайтын сыйлық жасағысы келуінің себебі неде? Данышпанның балаға берген ақылынан қандай жасампаздықты көріп тұрсыңдар? Егер бала данышпанның ақылын тыңдап, соны орындаса жасампаз бола ала ма? Неліктен? Адамның жасампаздығы ізгілікке бағытталғанда әлем қандай болады деп ойлайсыңдар? Өздерің әлемді өзгерту үшін қандай жасампаздықтар жасайтын едіңдер? Бүгінгі сабақ бойынша алған білімдеріңді бекітіп, жасампаздық туралы өздеріңнің өмірлік ұстанымдарың мен ой пікірлеріңді қалыптастыру мақсатында шығармашылық жұмыстарды орындауға шақырамын. Бұл тапсырмаларды орындау нәтижесінде сендер өз бойларыңдағы адамгершілік құндылықтар мен жасампаздық қасиеттерді іс жүзінде қолдана білудің маңыздылығын түсінетін боласыңдар. Сонымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірден бір сұлулық аңызындағы оқиғаны басшылыққа алып, өздеріңнің ізгілікке бағытталған сарайларыңды, әндеріңді, мүсіндеріңді жасап, шағын ой толғау жазыңдар. Енді балалар, екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Оқулықта берілген Ағымсалы Дүзелхановтың Адыраспан атты туындысына үңіліп, жан мен тән сұлулығының үйлесімі туралы әңгімелеп беріңдер. Осымен балалар, сабақтың соңына да таяп қалдық. Сабақты көрнекті жазушы Ілияс Өсенберлиннің келесі сөзімен аяқтағым келеді. Мен адамдарды құрмет тұтам, бірақ олардың Американы, немесе бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқандықтан, немесе ғарышқа ұшумен емес, тек таза көңілмен сүйе білу және жақсылық жасап, әділ бола білу, біреудің қайғысын бөлісе білуіне қарап. Өйткені адамды адам ететін, мәңгілік ететін махаббат. Әйтпесе бәрі де апат болар еді. Тіпті егер де ең ұлы ашылымдар болмаса да, бәрібір адамзат өмір сүрген болар еді. Ал егер сүйіспеншілік болмаса, онда ол тез арада жойылар еді. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.